Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 34-ші сабақ екі санын қосу және азайту. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Екі санын қосуды, азайтуды есіңе түсір дейді. Мысалдардың қалай құрылғанына назар аудар дейді. Алдымен бірінші, екінші қатарға қарайық. Бұл жерде қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Яғни бір қосу 2, жауабы 3-ке тең болады. Екінші қатарда 2 қосу 1, жауабы 3-ке тең болады. Сол сияқты бұл жерде сандардың қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермей тұр. Енді біз келесін өзіміз құру керекпіз. Мысалға, мына жерде сары және көк түсті ұяшықтар берілген. Біріншісіне қараймыз. 1, 2, 3. Бір сары ұяшық, 2 көк ұяшық берілген. Яғни бұл жерде 3 ұяшық бар екен. 3 ұяшықтан азайтамыз 2 көк ұяшықты. Яғни 3-тен 2-ні аламыз, тең 1-ге тең болады екен. Сол сияқты келесі бізде сары ұяшықтан 2 және көк ұяшықтан 2. Барлығын санағанда 4, яғни 4-тен 2-ні азайтамыз. Тең болады 2-ге. Келесі бізде 5 ұяшық. 3 сары түсті, 2 көк түсті. Яғни 5-тен азайтамыз 2-ні, тең болады 3. Келесі бізде 4 сары ұяшық, 2 көк ұяшық. Яғни 6-дан 2-ні азайтсақ 4 болады екен. Келесі бізде 5 сары ұяшық, 2 көк ұяшық. Барлығын қосқанда 7 болады. Яғни 7-ден азайтамыз 2-ні, тең болады 5-ке. Дәл осылай ретпен барлығын осылай жазып шығамыз. Келесі бізде номері 2-ші есеп. Сандардың құрамын айт. Азайтуға мысалдар құрастыр және жаз дейді. Бұл жерде 6-дан 6 және 2 сандары берілген. Яғни 6-дан 2-ні азайтсақ 4 болады екен. Енді керісінше 6-дан 4-ті азайтсақ 2 болады. Келесі бізде 7 мен 2 саны берілген. 7-ден 2-ні азайтсақ 5 болады. Және 7-ден 5-ті азайтсақ 2 болады екен. Келесі бізде 8 мен 2 саны берілген. 8-ден 2-ні азайтамыз, тең болады 6-ға. 8-ден 6-ны азайтсақ, тең болады 2-ге. Осылай жазамыз. Келесі бізде номері 3-ші есеп. Есепте сан кесіндісін қолдан, досыңнан тексеруін сұра дейді. 3-ші есепте асты жағында қараймыз. 8-ден 2-ні азайтсақ, тең болады 6-ға тең екен. 8-ден 1-ді азайтсақ 7, 7-ден 1-ді азайтсақ 6 болады екен. Келесі 9-дан 2-ні азайтсақ 7-ге тең. 9-дан 1-ді азайтсақ 8, 8-ден 1-ді алсақ 7-ге тең болады екен. Келесі 4-ге 2-ні қоссақ 6 болады екен. 4-ге 1-ді қоссақ 5, 5-ге 1-ді қоссақ жауабы 6. Енді жоғарғы жақтағы кесіндіге қарайық. 3-ге қосамыз 2-ні, тең болады 5-ге тең болады екен. Және үстінде көрсетілген 3-ге 1-ді қоссақ 4, 4-ге 1-ді қоссақ 5 болады екен. Және бізде келесі жоғарғы жақта тағы кесіндіде 10-нан 2-ні азайтсақ 8 болады екен. Енді 10-нан 1-ді азайтсақ 9 болады. 9-дан 1-ді азайтсақ 8-ге тең болады екен. Осылай барлығын жазып шығамыз. Келесі бізде номері 4-ші есеп.
жолақтарды өлше, балаларға көмектес дейді. Яғни, мұнда бізге әртүрлі жолақтар берілген. Біріншісін біз мысалға 4 сантиметр деп алсақ болады. Оны біз 2-ге арттыруымыз керек. Яғни, 4-ге 2-ні қоссақ 6 болады екен. Келесін 6 сантиметр деп аламыз. 6-ны 2-ге арттыр. Яғни, 6-ға 2-ні қоссақ 8 болады екен. Келесі 5 сантиметр деп алайық үшіншісін. 5-ге 2-ні қоссақ 7 болады екен. Одан кейін қызыл кесіндіні 7 сантиметр деп алсақ, 7-ге 2-ні қосамыз. Сонда жауабы 9-ға тең болады екен. Келесі соңғы көк түсті өлшемді 8 сантиметр деп алып, 8-ге 2-ні қосамыз. Тең болады 10. Енді керісінше осы өлшемдерді 2 есеге кемітеміз. Яғни 4-тен 2-ні азайтсақ 2 болады, 6-дан 2-ні азайтсақ 4 болады, 5-тен 2-ні азайтсақ 3-ге тең, 7-ден 2-ні азайтсақ 5-ге тең, және соңғысы 8-ден 2-ні азайтсақ 6-ға тең болады екен. Осылай 2-ге кемітіп жазамыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоямыз. Сау болыңдар.